Ассалаумағалейкум достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді шоколадты пирог немесе кекс деп те айтыла береді. Дайындаймыз. Үстінде шоколадты глазур құйылған. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге алдымен ертілген сары май, 4 жұмыртқа керек болады және қант керек болады. Осының жаңа миксерлеп аламыз. Миксер болмаса венчикпен де араластырсаңыздар болады. Бұл жерде міндетті емес бұл пирогта миксер пайдалану. Енді осыған бөлме температурасындағы сүтімізді құйып, ұнға қопсытқыш және какао салып, осының барлығын електен өткіземіз. Електен өткізілген негізі жақсы, маңызды, себебі пирогтарыңыз үлпілдек, сондай бархатисті болып шығады. Тағы да миксерлеп аламыз. Бір келкі масса, ешқандай түйін қалмау керек, комочек қалмау керек. Не сұйық, не құю емес болу қажет. Менде осындай силиконды форма. Осыған барлығын құйып аламыз. Бір келкі қылып, жан-жағын тегістеп аламыз лопаткамен. 180 градуста 40 минут немесе 35 минут пісіріп аламыз. Суытамыз. Үстіне сахарный пудра немесе шоколад құюларыңызға болады. Мінекей осындай болып шығады. Менде бұл жерде шоколад пен сливкиді ертіп алдым. Менде бұл жерде 80 грамм шоколад және сливки 50 грамм. Немесе шоколадтың өзін ертіп құйсаңыздар да болады. Сливки пайдаланбайық, немесе сары майды пайдалансаңыздар да болады сливкидің орнына. Осылай барлығын құйып шығамыз. Енді разрезін көрейік. Кескендегісін. Бархатисті, осындай жұмсақ, шаймен өте жақсы кетеді десем де болады. Былай айтқанда, міндетті түрде достар пісіріп көріңіздер. Өте дәмді болады. Өкінбейсіздер деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып кетіңіздер. Алдағы уақытта көп рецепттер болады, иншаллах.